Бүгін шашлыкке арналған оригинал рецепттермен, соустар рецепттерімен бөлісетін боламын. Оған алдымен чеснокты осылай салып аламыз. Тұз саламыз. Және чеснокты саламыз, үстіне және кетчуп саламыз. Барлығын бірге кетчупты соңына дейін бітіріп тастап, барлығын араластырып, үстіне су құямыз. Осылай істеп аламыз, одан үстіне су құямыз. Бірге араластырамыз, және де осылай қалдыра берсе де болады, болмаса блендермен де өткіздіріп алсаңыздар болады. Осылай араластырып қоямыз. Кетчуп соусымыз дайын, және оны блендермен де өткізіп алсаңыздар болады. Блендермен өткізсеңіздер де өте күшті шығады. Және үстіне бұрыш саласыздар. Блендермен осылай өткіздіріп аламыз. Соусымыз дайын болды. Бөлек ыдысқа құйып аламыз. Міне осылай болып құймалжың болып шығады. Бұл яғни шашлыкке арналған оригинал рецепттер. Барлық жерде осылай дайындайды. Енді осы шашлыкке арналған рецепттің екінші түрі, ол майонезбен. Оны да көрсетемін. Оған да сол чеснок, жаңағыдай қайталап жасайсыздар. Чеснок, үстіне тұз саласыздар. Үстіне тұз. Бірге қойып, бұрыш саласыздар. Және де майонез қосып жібересіздер. Міне осылай майонезді қосып, үстіне су құясыздар. Содан соң блендермен, өздеріңіз білесіздер, блендермен істемей ақ та жасауға болады, бірақ маған блендермен көбірек ұнайды. Сондықтан мен блендермен жасадым. Бұл соусымыз да дайын болды. Енді шашлык жасаған кезде осы екі соусты жасап, өте оңай жасап дайындап берсеңіздер болады.